Қайырлы кеш, қалайсыздар? Бүгін Ерасыл мен Аянаның тұңғыш қыздарының мерекесіне келдік. 40-нан шығару, яғни 40 күн өткеннен кейін деген сияқты ғой. Қараңыздаршы, есіктерінің алдында ешқандай да ресторан анау-мынауға барып әурешілік жасамай, осылай керемет қып тігіп, жақын деген өздерінің бір 40 шақты адамын жасап жатыр екен. Әдемі, қандай. Сондықтан өте қатты қуаныштымыз. Осындай отбасылы, бала шағалы болып, семейный болып араласып жатқанымызға. Бүгін өкінішке орай келіншегім келе алған жоқ. Сәл-пәл кішкене жұмыстармен деген сияқты өзім осындамын. Міне келіп қалдық. Ариланың 40 күн мейірім. Нан шығару, бесік той. Дастархан деген жайнап тұр. Мен болсам ең бірінші келіп алғанмын ғой. Ешкім жоқ, күннің ыстығымен әйтеуір. Ничего, кішкене дастарханды жаюға жәрдемдесіп жүрдік та. Енді міне қазір демалып отырмыз. Апа, жеңімпазы, Зухра, қалайсың? Это было классно, честно, у меня столько эмоций ішімде. Жеңем деген бір немен келдім, жеңдім. Қыздар да өте молодцы, прям өте күшті тартыс болды деп ойлаймын. Но мен енді сондай конкурентоспособный бір өзімнің жылқым бар адамға. Бір ғана қадам қалды. Если мама сказала, что она выиграет, то она обязательно выиграет. Амин. В общем, барлық платформаларға әнімді жүктеп келе жатырмын. Енді бір аптаның ішінде примерно барлық платформаларға шығады. YouTube-ма да саламын. Солай тек бір шаруаны тындырып шығып бара жатырмын. Енді қазір тағы бір встречаға кетіп бара жатырмын. По работе бір кісімен. Одан кейін тағы бір встреча бар, түнгі сағат бір нәрседе. Ертең еще подругаммен, ауылда подругам келу керек үйге қонаққа. Күйеуімен, бала шағасымен, кіндік қызыммен. Сонымен примерно бірнеше күн менің үйімде болады. Қонақ болады. Кіндік қызым биыл 1-ші классқа барайын деп жатыр. Соған киімін, өзімнің міндетімді атқарып, мектепке керекті жарақтың барлығын алып беру керекпін. Сөйтіп қыдыртып шығарып салам, бұйырса. Ой, машинам ана жақта еді ғой. Есім ауып отыр ғой. Сол ертеңге енді тамақтарды заказ бересің, тамақ пісіреміз. Енді бешбармақ жасай салып шығамыз. Қалғандарын сатып ала салам деп тұрмын. Өйткені барлығын пісіріп жасағанға менде мүлде уақыт болмайын деп тұр. Мен бүгін түнгі сағат бәленбайда келейін деп тұрмын. Ойға примерно. Күнде сол мен түнгі сағат 2-3 болмай үйге келмеймін вообще. Анау-мынау жұмыстармен жүреміз сөйтіп. Тірлік қой, тірлік. Всем привет, қалайсыздар? Енді қазіргі таңда барлығымыз чемпионат мираны көріп жүрміз, және де финалды қаншама мыңдаған адамдар, қаншама миллиондаған адамдар күтіп жатыр. Енді көптеген адамдар қайда көрерлерін білмей жатыр екен. Біз енді бұйырса осы гастроға барып көретін боламыз, құрбым екеуміз. Себебі біз үшін бұл өте қуанышты сәт деп айтсам болады. Екеуміз енді Барса фан болғаннан кейін финалды өте қатты күтіп жүрміз. Және де сіздер де осы жақтан бронировать етіп, VIP залдарынан өздеріңіз достарыңызбен бір өздеріңіз компашка болып көрсеңіздер болады. Сондықтан да дәл қазірден бастап осы жаққа бронь қойғызып алыңыздар.